Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Ақтөбе қаласы Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы номер 66 жалпы білім беретін орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Біржан Қайыржанмын. Менің таңдаған тақырыбым жасанды интеллект. Қабыл алыңыздар. Өнер білімі бар жұртта жер үстінің, тастан сарай салғысы тегіс бүгін. Ал кезінде Ыбырай атамызбен айтыңыздар, сол кезде келістігін. Сол заманда анықтап беріпті ғой жасанды интеллекттің кеңістігін. Біз бірақта дәлелдеуге тырысып жүріп жаһандық үдерістің терістігін. Әрине қаяқтың да екі ұшы бар, сақтансаң ықпал етпес теріс білім. Алайда жасанды интеллекті ақыранық берері жеміс түбін. Жоғарыда шалқайып отырып ақ бақылайды аламыз кеніш түбін. Керек десең технология көмегімен меңгереміз Қытай, Корей, неміс тілін. Жетілдірген трактор роботпен суарып өсіріледі егіс күнін. Өміріміз әп-сәтте жеңілдейді, жер анасы тартқандай тегіс түбін. Ұлы көшке ерейік тіре бермей, заманауи ғылымның кемістігін. Ұлтымыздың құндылығын жоғалтпасақ, жасанды интеллект келістігін. Өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, атқара алады теңістігін. Неде болса тілеймін еліміздің көп болсын деп, ғылымында жеңістігін.